Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дәмді рулетпен бөлісетін боламын. Оған керекті ингредиенттерді описаниеда жазып, бәрін белгілеп қоямын. Ең алдымен сары майымызды микроволновкада 2 минутқа ерітіп аламыз. Дайын болған сары майды ыдысымызға құйып, оның үстіне қаймақ. Қаймақ міндетті түрде 20% болу керек. Араластырып, бір ғана жұмыртқаның сарысын салып, чайная ложка разрыхитель және ұнды қосып араластырамыз. Қамырымызды жақсап араластырып, илеуі қанғанша араластырып, қамыр болғанға дейін ұн қосамыз. Қамырымыз осындай жұмсақ, әдемі, қолға жабыспайтын болу керек. Қамырды пакетке орап, 20 минутқа немесе жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Қамырымыз жұмсақ және песочный болып шығады. Дайын болған қамырымызды 3-ке бөліп, осылай чоқалап, жайып, арасына начинкамыз саламыз. Начинкамыздың ішінде жұмыртқаның ағы, жаңғақ, құмшекер және мейіз. Жазып, орап, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, осылай әдемілеп тұрып тегістеп жағып аламыз. 180 градусқа пешімізге қызып тұрған салып пісіреміз. Піскен рулетіміз осылай әдемі қызарып шығады. Дәмді, сөзсіз дәмді.